Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен макпен жасалынатын булочки рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен макты қайнаған ыстық суға 30 минут салып қоямыз. Келесі кезекте біз дрожжымызды ашытып аламыз. Ыдысқа жылы су, дрожж, қант салып араластырамыз. Барлық рецепттің өлшемдерін астына жазып қоятын боламын. Сол жерден оқысаңыздар болады. Ал енді осы сүтке біз ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, осылай қасықпен араластырамыз. Ішіндегі үлкен комоктар болса, езіп тастаймыз қасықтың көмегімен. Ашытқымыздың бетін жауып, 20 минуттай ашығанын күтеміз. Дрожж ашыған соң ұнға 1 тал жұмыртқа және де 1 шай қасық тұз салып, ашыған ашытқымыздың барлығын құйып, қолымызбен жақсылап илейміз. Дайын болған қамырға сұйық майды құйып илейміз. Сұйық май біздің қамырымыздың жұмсақ болуына көмектеседі. Қамыр өте әдемі, жұмсақ болды. Енді біз осы қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерде 1 сағат сақтаймыз. Келесі кезекте бізде мактың артық суын құйып аламыз. Келесі кезекте макты сүтке араластырып пісіретін боламыз. Макты сүтке салып, 1-2 шай қасық қант салып, газге қойып қайнатамыз. Мак пісіп дайын болды. Енді осы макқа біз сары май салып араластырамыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырды ыдыстан шығарып аламыз да әдемілеп 4 бұрыштап жаямыз. Ал енді келесі кезекте макты біркелкі етіп қамырдың бетіне жайып шығамыз. Егерде мак артық болып кетсе, оның жартысын алып тастауға болады. Және де ол макты келесі кезекте келесі булочкиге салып жіберсеңіздер болады. Қамырды осылай бүктейміз, жан-жағын жақсылап жауып шығамыз. Келесі кезекте біз пышақтың көмегімен барлығын әдемілеп түзу палочка етіп кесіп шығамыз. Сосын біз булочкамыздың формасын жасай бастаймыз.
Бұл булочкиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны бірінші рет жасағаннан әдемі болып шығады. Мұнда мен сіздерге жүрекше булочкидің де формасын көрсетіп жіберейін. Бұл өте оңай. Жайылған қамырға өз қалауларыңыз бойынша қант сеуіп, оны ораймыз да 2 бөлікке бөлеміз. Булочкидің үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өз қалауларыңыз бойынша бетіне қант сепсеңіздер де болады. Булочкиіміз пісті. Бәрі жұп-жұмсақ, әдемі, қып-қызыл болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің булочким сіздерге ұнап жатса, лайк басып, арнама жазылыңыздар. Комментарияға менің рецептіммен пісірген булочкиіңіз қандай болып шықты жазып, бөлісе кетіңіз.